Сәлем YouTube көрермендерім, бүгін біз көп адамға таныс бір мәселе туралы сөйлесеміз. Бұл қантқа тәуелділік. Иә, тәттіні жақсы көретін адамдар өте көп. Бірақ оның артында жай әдет емес, шынайы тәуелділік жатыр. Қант біздің миымызда допамин деген гормонды бөледі. Бұл қуаныш пен рахат сезімін тудыратын гормон. Яғни, сіз тәтті жеген сайын ми ләззат алады. Сондықтан ағза оны қайта-қайта сұрай береді. Бірақ қанттың әсері ұзаққа созылмайды. Көп ұзамай шаршау, ашушаңдық, ұйқышылдық пайда болады. Ми тағы да сол тәтті әсерді қалайды. Осылайша шексіз шеңбер басталады. Жақсы жаңалық, бұл тәуелділіктен 7-10 күнде шығуға болады. Қалай десеңіз, тыңдаңыз. Бірінші қадам – жасырын қантты тоқтату. Біз тәттіні жемеуге тырысамыз, бірақ қантты басқа тағамдардан аламыз. Мысалы, нан, йогурт, кетчуп, шарын, батончик, газды сусындар. Осының бәрінде жасырын қант бар. Сондықтан ең алдымен осы өнімдерді шектеу керек. Екінші қадам – ағзаның не сұрап тұрғанын түсіну. Кейде тәтті жегіміз келгенде денемізге қант емес. Су, ұйқы, магний немесе жай тыныштық керек болады. Егер тәттіге жиі құмар болсаңыз, ағзада магний аз болуы мүмкін. Күніне бір уыс жаңғақ, банан немесе қарақұмық жесеңіз, тәттіге тәбет біртіндеп басылады. Үшінші қадам – су ішуді көбейту. Кейде біз тәтті жегіміз келеді деп ойлаймыз. Ал шындығында ағза шөлдеп тұр. Таңертең, түсте және кешке. Әр тамақ алдында бір стакан су ішіңіз. Бірнеше күннен соң тәттіге деген құмарлық азаяды. Төртінші қадам – тәттіні бірден емес, кезеңмен тоқтату. Қатты шектеу миға стресс береді. Сондықтан тәттіні азайтып үйреніңіз. Бір күні жартысын жейсіз. 3 күні тек бір рет. 7 күні мүлде тоқтатасыз. Бір аптадан соң ағза қантты іздемей қояды. Бесінші қадам – табиғи тәттімен алмастыру. Қант орнына мыналарды таңдаңыз. 2 құрма, 1 шай қасық бал, немесе 70 какаосы бар қара шоколадтың бір тілімі. Бұл тәттіге тәбетті басып, зиян келтірмейді. 6-шы қадам – тұрақты тамақтану. Тәттіге ең көп шабуыл аш кезде келеді. Сондықтан күніне 3 негізгі және 1 жеңіл тамақ ішіңіз. Ұзақ аш қалмаңыз, сонда қантқа тәуелділік азаяды. 7-ші қадам – ұйқыны дұрыстау. Түнде аз ұйықтайтын адамдарда тәттіге құмарлық 2 есе артады. Кем дегенде 7-8 сағат ұйықтасаңыз, дене қалыпқа келеді, тәбет тұрақталады. 8-ші қадам – энергияны табиғи жолмен толтыру. Қант – уақытша энергия көзі. Оның орнын алмастыратын өнімдер. Алма, банан, жаңғақ, жұмыртқа, лимон қосылған су және жасыл шай. Бұлар ағзаға күш береді, бірақ тәуелділік тудырмайды. Қорытынды. Қантқа тәуелділікті жеңу ер күшінің емес, жүйелі әрекеттің нәтижесі. Бар болғаны 7-10 күн осы ережелерді ұстаныңыз. Сонда тәттіге тәбет азайып, 21 күннен кейін денеңіз қантты іздемейді. Ең бастысы, өз ағзаңызды тыңдаңыз. Оған шынайы күтім мен табиғи қуат беріңіз.